Ораза ұстайтын құс. Жер бетіндегі әрбір жаратылыстың тереңіне үңілсек, қызықты таң қаларлық фактілерге кездесіп жатамыз. Солардың ішінде жұмбақ жаратылыстың бірі құс екенін ешкім жоққа шығара алмас. Әрбір тіршілік иесінің өз миссиясы, міндеті барын ескерсек, жыбырлаған жәндікке де бей-жай қарауға болмайтынын ұғасыз. Каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Құстардың арасында ең ақылды саналатын түрі қарға екенін көпшілік біле бермейді. Қарға туралы неше түрлі аңыз әфсаналар бар. Көнеден жеткен сол аңыздар мен бүгінгі ғалымдардың деректерін жинақтай отырып, осы бір құс туралы әңгіме өрбеткенді жөн көрдік. Қасиетті Құран кәрімде қарға туралы аз айтылмайды. Жер бетіндегі ең алғаш қылмысты жасап, өз бауыры Абылды өлтірген Қабылға адам денесін көмуді осы қарға үйреткен деседі. Қасиетті Қағба тасына қаскөйлер шабуыл жасағанда аспанды қара бұлттай қарғалар басқан делінеді аңыз әңгімелерде. Олар әуеден қара тасты қарша боратып, Қағбаны қиратпақшы болған әскерді тып-типыл қылған, сөйтіп қасиетті тасты аман алып қалған. Қарғаны ежелден өз төтемі ретінде пайдаланған ру тайпалар да жетерлік. Қазіргі Африка мен Оңтүстік Америка жерін мекендеген халықтар өз төтемі ретінде осы құсты таңдапты. Тарихшылар жазған мәліметке сенсек, Үйсін Күнбейінің баласын қасқыр емізі басыраған болса, оған етті қарға тасып беріп отырған екен. Мифтік шығармалардан бөлек ғылыми зерттеулерге назар аударсақ та, қарғаның ерекше қасиетке ие екендігіне көз жеткіземіз. Қарғалар туралы ғылыми зерттеулер алғаш Вена жақтан естілді. Австриялық ғалымдар қарғалардың есте сақтау қабілетін өте жақсы дамығанын дәлелдеп шығыпты. Бір топта болған қарғалардың бір-бірін алыстан танитынын анықтапты. Олар жемге таласып, жауласқан дұшпандарында өле-өлгенше ұмытпайды екен. Асқазаны тез қорытатын қарғаның бұл қасиетімен ешбір құс теңесе алмайды. Тіпті керек десеңіз, адам асқазанында тамақты олай жылдам қорыта алмайды екен. Бұл австриялық ғалымдардың тер төгіп анықтаған деректері. Ал Лондондағы орнитологтардың зерттеуіне үңілсеңіз, жағаңызды ұстайсыз. Олар қарғалардың күрделі есептерді шеше алатындығын анықтаған. Сынақ ретінде бір қарғаға су бермей әбден шөлдеткен. Суды оның тұмсығы батпайтын құмыраға құйып, сырттай бақылаған. Қарға болса суға тұмсығы тигенше құмыраға әртүрлі заттарды толтырған. Оны аз десеңіз суға батпай тұрған резина, пластмасса сияқты заттарды қайта шығарып тастаған. Қарғаны тереңірек зерттеген мамандардың сөзіне құлақ ассаңыз, таң қаларлық деректерге кезігесіз. Қарғалар бағдаршамның қызыл-жасыл түсін ажырата алады екен. Мәселен, жолда жатқан өлексеге бағдаршамның қызыл түсі жанғанда ғана ұшып барады екен. Ал бағдаршам жасылды көрсеткенде қарға да ұшып кетеді екен. Сондай-ақ бұл жұмбақ құс адамның қолындағы таяқ па, мылтық па, оны да жақсы ажырата алады мыс. Мылтық ұстаған жан көрсе алыста келе жатқаннан ұшып кетеді де, өзіне жақындап келе жатқан адамның қолынан таяқ көрсе қасына жақындағанша үрікпейді екен. 2011 жылы Қарағанды және Маңғыстау облысының тұрғындары адам таң қаларлық жағдайға куә болған. Тұрғындар қара қарғаның бірнеше мәрте «Алла» деп дыбыс шығарғанын естіген. Қарғалар 40 күн шіліңгір шілдеде ораза ұстайтын жалғыз құс. Олар бұл рәсімді ағзасын тазалау үшін жасайды. 40 күн бойы өзен жағасын мекен етіп, аузын аңқита ашып, ағын судың ылғалымен шөлін қандырады екен. Осылайша 40 күн бойы нәр татпай ағзасын тазалайды. Қалай десек те, қарғалардың өзге құстардан ерекше жаратылғанын дәлелдейтін фактілер жетерлік. Мүмкін емес әрине, бірақ шындық.